ұйқы безі сырқатынан сақтаныңыз. Ұйқы безіңіз ұлғайып ісінумен қатар жүретін ауру, қабыну сырқатын медицинада панкреатит деп атайды. Бұл ұйқы безінің ауруы. Кейде ұйқы безінің белгілі бөліктері зақымданып, сол жерлерде жұқпа пайда болып, кейін ол ағзадан тыс жерлерге де жайылуы мүмкін. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашығын әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қорқыныштысы сол, сырқат ауырсыну мен тәнді улайтын заттардың қанға бөлінуімен өтеді. Ұйқы безі ауруына соқтыратын себептер көп. Соның ішінде ең негізгі себептері алкогольдік ішімдікке үйіріліп және өт тасы ауруы болып табылады. Ішімдіктен болған панкреатитке көбіне ер азаматтар ұшырайды, ал өт қабынуынан туындаған панкреатиттер әйелдерде көбірек кездеседі. Сонымен қатар ұлтабары ауыратын адамдарда да түрлі жарақаттар, улы дәрі-дәрмектер қабылдау, В және С гепатиттерін, паротитті қосқанда түрлі жұқпалар қанда майдың шамадан тыс көп болуы да панкреатитке ұшыратуы да мүмкін. Ал қант диабеті кезінде созылмалы панкреатит пайда болуы мүмкіншілігі өте жоғары. Кей адамдарда панкреатитке тіктік бейім болады. Майлы және ақуызы мол тағамды, алкогольді ішімдікпен бірге қабылдау ұйқы безінің ферменттерді шамадан артық өндіруіне алып келеді. Бұл ферменттер ұйқы без жолдары арқылы ішекке түсіп, ас қорытуға қатысуы тиіс. Егер ұйқы безінің жұмысы жеткіліксіз болса, оның жолдары ақуыз тығындарымен бекітілуі мүмкін. Осыдан келе ферменттер без тініне еніп, оны зақымдайды да ағзаның қабынуына алып келеді. Безге ішімдік әсіресе оның ыдырауынан пайда болған ацеталгид үлкен нұқсан келтіреді. Осылайша жіті алкогольдік панкреатит дамиды. Панкреатитпен ауырған адамда мынандай белгілер байқалады. Іштің жоғарғы бөлігінің арғы жаққа беріле отырып үдемелі ауруы, жүректің айнуы, құсу, тәбеттің жоғалуы, іштің кебуі, адамға еш жеңілдік әкелмейді, одан кейін ауырсыну тоқтамайды. Жалпы әлсіздік, жүректің қағуы, дененің ысуы мүмкін. Жіті панкреатитке немқұрайлы қарауға болмайды. Егер бұл сырқаттан уақытында дұрыс ем қабылдамаған жағдайда ағзаның бүлінуі ошақтары, микроздардың дамуы немесе бездің көп бөлігінің еруі мүмкін екен. Олармен бірге жіті жүрек қан тамырлары жеткіліксіздігі, тыныс алу, бүйрек жеткіліксіздігі жиі дамиды. Бұл аталған белгілердің салдарынан адам аурудың алғашқы күндерінде өліп кетуі мүмкін. Жіті панкреатит басталғаннан бір аптадан соң сырқаттың қаза болуына ұйқы безінде және оны қоршаған ағзаларда жұқпаның дамуы себеп болады. Асқынған сырқатпен қатар асқазан мен ішекте көбіне ойық жаралар пайда болып, олардан қан кетеді. Жіті панкреатит белгілері байқалған жағдайда шұғыл дәрігерге барыңыз. Ол сізді міндетті түрде ауруханаға жатқызуы керек. Ол жерде ауруыңызды басатын шаралар жасалып, ағзаны тазартатын қарқынды ем жүргізіледі. Егер ұйқы безінде бүліну ошақтары болса, ота да жасалуы мүмкін. Бұл аурумен сырқаттанған адамдар 1 жыл бойы гастроэнтерологтың бақылауында болуы тиіс. Бұл кезеңде ащы майлы қуырылған тағамнан және спиртті ішімдіктен мүлде бас тарту керек. Бұл аурудың қайталанбауы үшін өте маңызды. Ұйқы безі ауруын мына 4 әдіс емдейді. Бойыңызды дінденген аурудан 10 күнде құлан-таза айығасыз. Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке, ұйқы безінің қабынуына ұласады. Ол тез жазылмайды. Емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диета ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтың жолымен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болғаны, ауруыңыздан әп-сәтте айығасыз.
Егер де сізде мынандай белгілер пайда болса, оң және сол қабырғаның асты ауырады, ішіңіз өтсе, іш кеуіп желденсе, жиі кекіру мазаласа, жүрегіңіз айныса, егер сізді осы белгілер мазаласа, уақыт оздырмай тексеріліңіз. Қажетті ем шараларын жүргізуді кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақыт таппасаңыз, онда біз ұсынған мына емді жасап көріңіз. Аскөк дәні емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мг қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, бір жұтымнан түні бойы ішесіз. Сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қай түрі болса да ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екендігі дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз. Қайнап шыққаннан соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минуттай қайнау керек. Белгіленген уақыттан соң отын өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта үзбей жүргізесіз. Ескеріңіз, ботқаға майда, тұзда, қантта қосуға болмайды. Лимон мен сарымсақ. Бұл рецептке ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас сарымсақ, 100 грамм ақ желкен қажет. Панкреатиттен бір жола құтылғыңыз келсе, осы емдік қоспаны әзірлеңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап, ұсақтап, блендермен айдайсыз. 1 келкі езілген қоспаны тоңазытқышқа салып қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз. Сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай жалғастыра бересіз. Қарақұмық. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қарақұмық, яғни гречка екенін білесіз бе? Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қарақұмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стакан қарақұмық жармасына 0,5 литр кефир құясыз. Қақпағын жауып түнге қалдырасыз. Таңертең жақсылап желіктірілген қарақұмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақ жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді 2-ге бөліп, таң, ертең және кешке жеуге болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса тағы да жалғастырасыз. Ардақты оқырман, бұл әдісті қолданғаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижесін көресіз. Қабырға асты ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәреткеде бір қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тегістеліп тазарады. Осынша сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көріңіз. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.